Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 15 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Калыс Ордода жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер Объездной жана Калыс Ордого кирген негизги центральный көчөнүн кесилишине турам. Ушул жерден түз түндүктү карай басып барып, оң тарапка кайрылганда сатылуучу үй жайгашкан. Дареги 108 көчө 62 үй болуп калат. Анан бул Объездной менен сиздер бир аз эле батышты карай басып барсаңыздар, Маевкадан түшкөн жолго бара аласыздар. Маевкадан эгер чыгышты карай кете берсеңиздер, сиздер Дордойго бара аласыздар. Дордойго деле анча алыс эмес тугандар. Ушул Объезднойдун жээгиндеги маркет дүкөнүнөн жолбосо Калыс Ордо колуну деген жазуунун жанындагы центральный көчө менен түндүктү карай басып бара бересиздер. Анан бул жака 173, 257 жана 193 маршруттар Калыс Ордонун өзүнө чейин барат. Жана бул Объезднойдун өзүнө деле көптөгөн машинелер жана маршруткалар өтөт тугандар. Аны мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Макей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. 108 көчө 62 үй болуп калат. Мына бул үй тугандар. Бул көчө тараптан көрүнүшү негизинен үй мондай углойдо жайгашкан, бурчта. Магазин ачып иштеткенге ыңгайлуу экен. Негиз боюнча үй ээси деле бул үйдү азыркы учурда бул жашаган үйдү магазин катары иштетем деп салган экен, бирок азыркы учурда себептерден улам үй катары колдонот тугандар. Бул үйдүн түштүк тарабы, көрүп турганыңыздардай бул жактан деле эгер магазин кылып иштетсеңиздер өзүнчө эшик калтырылган. Анан бул үйдүн батыш тарабы тугандар. Бул жакта деле машина киргенге ворота жана адам киргенге эшик деле калтырылган. Мына ушундай көрүнүштө тегеринте пескоблок менен тосулган тугандар. Түштүк чек арасы бул жерге чейин, бул жолго чейин. Анан түндүк чек арасы бул теректер бүткөн жерге чейин. Бул курулуш материалдарына жарап калган теректер деле үй ээсине караштуу. Негизинен жердин аянты 8 соттук экен. Келсеңиздер, жер ээси сиздерге чек араларын көргөзүп ажыратып берет, өзү тактап берет чек араларын тугандар. Андан ары мектеп, жакын жерде мектеп, садиктер бар тугандар. Бул жакта жаңы түшкөн мектеп бар. 193, 257 дагы бир маршрутканын конечный бул жерде, бул көчөдө жайгашкан, жакын эле болуп калат экен үйгө, бул сатылуучу үйгө. Экенен эле барып ал жерден Дордойго жана башка көптөгөн жактарга түз маршрутка, 3 маршрутка жүрөт. Эми андан ары короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин тугандар. Бул мына сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Жана айткандай эле жердин аянты 8 сотук. Документтер боюнча азыркы учурда тех паспорт бар экен. Кызыл китепке деле тапшырып койгонбуз дейт, ал деле жакын арада болот деп айтты тугандар. Макей. Бул жакта бизнеске ыңгайлаштырып 2 баня салган, бири женский, бири мужской экен. Бирок азыркы учурда толук түрдө бүтө эле экен тугандар. А бул жакта мына үй ээси жашаган үй. Бул деле негиз боюнча магазин үчүн ыңгайлаштырып салынган, жана көргөзгөндөй ал жагынан да эшиги бар, бул жагынан деле эшиги бар. Магазин үчүн салынган, бирок азыркы учурда үй ээлери өздөрү үй катары колдонушат экен. Сиздер кааласаңыздар келсеңиздер, магазин катары колдонуп, яка башка үй салып жашап алсаңыздар болот. Андан ары үйдүн тышкы тарабынан утеплять этилген, стенасы пескоблок экен тугандар. Тышкы тараптан утеплять этилген. Анан мына бул батыш тарабына дагы бир бөлмө кошоюн деген ойдо. Эми дубалдарын көтөрүп баштаган экен тугандар. Бул жагына деле свет, суу бар. Канализациянын суусу септикке куюлат экен тугандар. Азыр биринчи болуп бул үйдүн ички тараптарын сиздерге көргөзөйүн, андан соң бул жактагы калган маалыматтарды бир чекеден берем тугандар. Окей, бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги тугандар. Киргенде эле мындай чоң бөлмө тугандар. Бул жакта кухня катары, анан тамактануучу бөлмө катары колдонушат экен. Мына ал жакта раковина орнотулуп, суу чыгарылган ички тарабынан, жана түштүк тараптан чоң пластик терезе орнотулуп тур. Бул жактагы магазин үчүн калтырылган эшик жакты азыр утеплять этилиптир тугандар, утеплять этип коюптур. Ал жакты колдонушпайт экен азыркы учурда. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Анан ушул эле жерден
түз өтсек, бұл жақта бір спальный бөлме. Окей. Бұл жақта бір спальный бөлме. Бұл жақтың түштік тарауынан пластик терезе орнатылған. Полу ламинат екен. Шындай көрінішті туғандар. Еме қорғасын ашығайында қалған малыматтарды берейін. Мұнакей туғандар мен қарелейдің қорғасындамын. Еме қалған малыматтарды бір чекенен бере берейін. Алды тарау көріп тұрғаныңыздарда стяжка. Анан бұл жақта кирпичменен бітірген жаңағы айтқан еркектер үшін, және аялдар үшін өз-өзінше бизнес үшін құрылған баня бар екен. Сейсма поясы қойылып, жақшына қайқылып құрылып тұр туғандар. Бұл машине кірген ворота. Андан ары түз өтсек, бұл жақта баняға кірген мұндай жер бар екен, коридор. Бұл жақта баняның ішкі тарауы туғанда. Ішкі тарауы ұшыл кирпич бойдан тұрады екен. Сіздер кімдіңіздер келсеңіздер ішкі тарауға шпаклевка қылып, кафель чаптасаңыздар, анан толық түрде бүтеді. Печкалары, турбалары, канализацияның турбалары бары орнатылған. Ішкі тарауын көргөзбейін десем, азыр үй иелерінің бұйымдары тұрғанға байланыштуу көргөзбейле қойдым. Азыр қошырда склад қатары бұйымдарыны сақтап қойған үшірі. Бұл жақта мұна от жағу жайы, бұл жақта екен банян. Адан ары. Мен ойымша бұл жаққа су жиналат ақшайды. Жаш бақтар, қошыналармен болған чегара, көше тараптағы чегаралар, үйдің түштік тарандағы чегара бары песка блок менен тосылған туғандар. Шындай көрінішті жана. Ең түндік тарауында бұл жерде склад теле бар екен туғандар. Жақтарда шындай көрінішті туғандар. Төрінде тоған оқшайды мен ойымша. Шындай көрінішті. Емне малымат қалды туғандар. Бардық еле малыматтарды бердім оқшайды бұл үшінші. Бұл үйдің басыны $25,000 деп атышады. Болор басы деп айтты туғандар. Анан өзіңіздер дағы зона қылып сөйлешіп көріңіздер. Малыматтарын алып көріңіздер. Мен айтпай қалған малыматтар болса кейбір. Үйдің артық тарауына көргөспей қалыппын. Азыр үйдің артық тараптарын деле көргөзейін сіздерге. Бұл мына шығыш тарауы. Жаңағы спальныйдағы диван қалады екен туғандар. Мебель қалады деп айтты сол жердегі. Бұл үйдің түштік тарауы. Жаңағы айтқан жер бұл жерде мінекей ешкі. Негізі магазин үшін ыңғайлаштырып салынған екен. Адан ары. Негізгі малыматтарды тағы бір жолы қайталай кетейін. Жерін аянты 8 сотық. Мектеп садиктер бар. 193, 257, тағы бір маршрутканың конечный. Бұл жерде жай қашқан туғандар. Негізінен бұл Дордойға деле жақын болып қалады. Прям Дордойдың жанында дейін, бірақ Дордойға кімден кім іштесе барып келсеңіздер, бұл әтілі бір 10 минутта Дордойға барып қаласыздар деген ойдамын. Білгендер болса, өз ой пікіріңіздерді жазып кетіңіздер туғандар. Басы $25,000. Сөйлешіп көріңіздер. Негізі бірақ ұшыл баға берем деп айтты. Үйесі андан ылғи түшпеймін, болыр басын әлі айтайын деп айтты да туғандар. Анда мен сіздермен қоштасамын туғандар. Кейінгі чығарышқа чейін саламатта қалыңыздар.